Кешірші мені аға. Бірінші бөлім. Адамдар ойлайды, еркектер ішінен тынып жүре береді. Ешкімге жан дүниесін ақтарып сырын ашпайды деп. Иә, мен де сондай еркектің бірі едім. Бірақ өз басымнан өткен мына бір өкінішімді сіздерге баяндап бергім келді. Мүмкін біреуге сабақ болар. Мен секілді саяз ойлайтын кейбір жігіттер бауырларымен түсінісіп жатса қанеки. Есімім Арыстан. Өзімнен 6 жас үлкен Дархан есімді ағам бар. Әкеміз жас күнімізде қаза болған. Әкем құмар ойындарына кіріп кетіп, қарызға белшесінен батып, тығырықтан шығар жол таппаған соң, өз жанына қиянат жасап, өз қарызын біздің мойнымызға артып кете барған. Анам байғұс тұрып жатқан үйімізді сатып, қарызды төлеуге мәжбүр болды. Ол кезде мен небары 2 жасар ойын баласы болатынмын. Еміс-еміс есімде қалған. Анам ағам екеумізді жетектеп жүріп, анда-мында көшіп қонып жүріп күн көрдік. Анам екеумізді жалғыз өзі өсіріп бақты. Денсаулығы сыр бере бастаған соң, ағам оқуын тастап күнкөріс қамына кірісіп кетті. Базарларда арба айдайды. Біреудің малын бақты, біреудің дәретханасын қазып берді. Тағысын тағы оңай қиын ыстық суыққа қарамай, алдынан шыққан жұмыстың бәрін істеді. Сол кезде баламын ғой, үсті басы лас, терлеп сасып келген ағама, мен сен секілді бұлай жұмыс істеп жүрмеймін. Мен оқу оқып, папка ұстап, костюм шалбар, галстук тағып жүретін жұмыс істеймін деп оған жеркенішті көзбен қарайтынмын. Ағам болса күлімдеп қойып, иә бауырым, сен сол арманыңа жету үшін мен бәрін жасаймын. Сен үшін еш аянып қалмаймын дейтін. Анам дәмханаларда аспаз болып жұмыс істеп, біздерге әркімнен қалған құтқан тамақтарды алып келетін. Сол кезде ағам қуана жеп алса, мен болсам жеркеніп, қолымның ұшында тигізбеуші едім. Қарным ашқан кезде әр нәрсені сұрап, анамның жанын жаралағаныма, анам байғұс мені жұбатып, сан түрлі уәделерін беретін. Бірақ та мені ұйықтап қалды екен деп ойлап, артынша жалған уәде бергенім үшін кешірші мені ұлым деп, басымнан сипап көз жасын көлететін. Сол кезде ағам жанына келіп, анашым, олай кешірім сұрамаңыз. Сіз берген уәденің бәрін мен орындаймын. Інім қалағанының бәріне қол жеткізетін болады деп анамды жұбататын. Ағам сол сөзінде тұрды. Өзі кимегенді маған кигізді, ішкізді, жегізді, қалағанымша қыдырдым. Мен байдың баласы секілді лағып жүрсем де, біз әр жерде пәтер жалдап тұрып жүредік. Араға біраз уақыт салып, ағам Мөлдір есімді жетім қызға үйленді. Ешбір туысы жоқ. Тек балалар үйінен бірге түлеп шыққан құрбылармен пәтер жалдап тұрады екен. Өзгелер секілді гүрілдетіп той жасаған жоқ. Қарапайым киіммен мешітке барып, Алла алдында ақ некесін қиғызды. Сол сәтте анамның жылағаны әлі күнге дейін көз алдында. Ағам барып анамды демеп, анашым, олай өзіңізді кінәлауды қашан қоясыз? Мен сізге айттым ғой, мен осыған да ризамын. Маған сіздер аман есен болсаңыздар болды. Басқа ештеңе қажет емес деп анамның көз жасын сүртті. Анам ағам мен жеңгемді құшақтап қысып, ақ батасын беріп, көз жасын әрең тоқтатты. Жеңгем де тыным таппай еңбектеніп, екеуі бірге тіпті құрылыста істеп жүрді. Қыс, көктем, жаз бойы тыным таппай істеп, ақша жинап күздің күні өзіміз емес, ағам сатып алған шағын жерге өз үйіміздің іргетасын қалады. Жеңгем екеуі бірге бетон қойып, қышын өріп, шатырын жапты. Ал мен болсам сол сәтте оқымысты адам құсап, ақ жейдеме шаң жуытпай сөмкемді арқалап оқуға кеткен адам құсап, қалаға барып компьютерлік клубтарда ойын ойнап жүрдім. Сол кезде ағам бір ауыз сөз айтып мені ренжіткен емес. Ешқашан жоқ деген сөз аузынан шыққан жоқ. Үйге қай уақытта келсем де, жеңгемнің ыстық тамағы дайын тұрды. Жеңгем де қош келдің де қабақ түйіп, ас суымды бермеген күні болған жоқ. Үнемі мені сыйлап жүрді. 2 жыл дегенде 4 бөлмелі үйді мұнтаздай таптаза етіп бітіріп кіріп алдық. Ағам жиһаздарын өз қолымен істесе, жеңгем бүкіл перде көрпе төсектерді анамның ескі тігін машинасымен өзі тікті. Үйлі болған соң ағам ағын төгін етіп азық-түлікті үйіп тастады. Еңбегі еленіп, үлкен бір құрылыс фирмасына бригадир болып жұмысқа орналасты. Жеңгем аяғы ауыр болса да, анда-санда жұмысқа шығып жүрді. Стоматология мамандығын иемденген, мен қалаға тіс дәрігері болып жұмысқа орналастым. Айлығым сол кезде 50 мың ғана. Өзімше болып қосымша жұмыс істеймін. Ақшаны қырып табамын деп мен сорлы айына 75 мың теңге төлеуге келісіп, несиеге көлік алып алдым. Бірақ алған айлығымның жартысынан көбісін ішіп жеу, киімге жаратып тастаймын. Сол кезде ағам еш қиналмай бір ауыз сөз айтпай, барлық несиемді өзі төлеп беретін. Ол кезде ағам айына 300 мың теңге алып жүрді. Оған қоса түнделетіп ананың мынаның үйін жөндеп қосымша табыс тауып жүрді. Жеңгем мен анам тек үйде отырды. Ағам екеуіне де жұмыс істеткізбей қойды.
Осылай күндер өтіп жатты. Ойнап жүріп от басып, өзім сияқты адасып жүрген бір қызбен жақындасып, басым бәлеге қалды. Бар бәле осы сәттен басталды. Ол қыз маған кенедей жабысып қалды. Үйленбеске амалым болған жоқ. Сол сәтте алғаш рет ағам дауыс көтеріп ұрысты. Інім-ау, мұның не? Неге бұлай жасадың? Мен сені осы күнге дейін өз еркіңе жібердім. Бірақ сенен мұндайды күткен жоқпын. Еркіңе жібергенім ансыз біреудің арын таптап, жанын азапта дегенім бе деп ағам ренжіді. Кешірші мені аға, бұлай болғанын қалаған жоқпын. Бұдан кейін әр басқан қадамыңда аңдумен боламын. Саған енді көк тиын да бермеймін. Ақыры үйленіп, сол қыздың да жауапкершілігін өз мойныңа алады екенсің, сол ауыртпашылықты сезін. Машинаңның несиесін де өзің төле. Үйге азық-түлік те сатып алып кел деді. Аға, мұның не деп мен жауап қаттым. Ал сеніңше қалай болу керек енді? Үйлену оңай дейсің бе? Мына үйге тағы бірнеше бөлме қосып бітіріп болған соң тойыңа ақша жинап, дүркірете той жасап берсем деген арманым бар еді. Енді тапқанымда қайсы біріне жеткіземін? Саған той жасайын ба? Үй соғамын ба? Сенің несиеңді төлемін бе? Қайсысына жетейін? Аға, олай болса мені үйлендірмей-ақ қой. Ол қыз мені сотқа берсін. Мен түрмеде шіріп жатайын. Қой, олай деме. Жарайды бауырым, ренжіме. Алып кел, амалын табамын. Ағам рұқсатын беріп, тіпті қыздың анасының алдында басын төмен салбыратып кешірім сұрады. Қалың малын беріп мені үйлендірді. 3 жылдай 4 бөлмелі үйде бәріміз бірге тұрдық. Отбасылы болып, әке атанған соң айлығым мүлдем өзімнен артылмайтын болды. Балаға да памперс, каша тағысын тағы көп заттар қажет екен. Мойныма артылған жауапкершілікті сезіне қоймадым. 3 жылда ағам 2 ұлды болды. Оның ұлы менікінен үлкендеу болған соң, менің балама күн болмады. Қолына не алса, ағамның ұлы келіп, сол затқа таласа бастайды. Менің баламды ұрып, тістеп, бір күні итеріп жіберді. Оған әйелім қарап тұрсын ба? Барды да ағамның баласын ұрып соға бастады. Осылайша күнде ұрыс-керіс, айғай-шу. Бір күн тыныштық жоқ. Жеңгем әлі де жуастау болған соң, үндемей кері шегінетін. Оның орнында басқа біреу болса, екеуі бір-бірінің етін жейтін еді. Ақыр соңында ағам мен анам бөлек үй іздей бастады. Өзіміздің ауылдан шағын үйлерді көрсете бастады. Көбінесе бітпеген үйлерді таңдап көрсеткен кезде бойымда ашу кернеп, ызадан жарылғандай болатынмын. Ағам қаншама үй көрсетті. Бірде-бірін ұнатпаған соң, ағам маған ашулана бастады. Саған енді қандай үй керек? Аға, мен мына үйлерді алған соң, ішкі жұмыстарын қалай аяқтаймын? Тапқан ақшама күнімді көремін бе? Үйімді жөндеймін бе? Енді ақша осы тектес үйлерге ғана жетіп тұр. Жайлап бітіріп аласың. Мен де көмектесемін деді. Одан да алып бермей қойсаңыз болады, дедім мен. Әр үй көрген сайын осылай сөзге келіп қалып жүрдік. Бірде анам мен ағам екеуі бөлек қашқақтап, сыбырласып бір мәселені талқылап жатқандарын байқап жүрдім. Үнемі осылай менен екеуі қашқақтап жүрді. Бір күні мені жаңадан салынған қоршауы, дарбазасы, гараж, банясы бар биік бір 7 бөлмелі үйге апарды. Інім, мына үй саған ұнады ма деді. Мынау ма? Мынандай үйде кімнің тұрғысы келмейді дейсің? Әрине ұнады деп жауап қаттым. Ендіше осы үй сенікі, қоныс құтты болсын деді ағам. Сол кезде қуанышымда шек болмады. Ағам маған толық евро жөндеу жасалған элиталы үйді сыйға тартты. Онымен қоса қоныс тойды да жасап, ағайын туыс, қайын жұрт бәрі бірден бұйым алып келіп, үйдің ішін толтырып тастады. Жалғасы бар.